Ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай красный бархат тортының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Қажет заттардың барлығын осы жерге жазып қойдым. Қарап жасап көріңіздер. Қамыры жұмсақ, оригинал рецепттердің бірі болып табылады. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен айранымызға ас содасын салып, араластырып, кішкене бір реакция болғанша бөлек қойып қоятын боламыз. Одан кейін бөлек ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, біртіндеп қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бұл жерде ең маңыздысы қантымыз толықтай еріп, яғни жұмыртқалық массамыз ұлғайғанша араластыратын боламыз. Одан кейін біртіндеп сұйық майымызды құйып, тағы да кішкене араластырамыз. Айранымыздың көлемі кішкене ұлғайды, енді осы массамызды құйып, тағы да кішкене араластыратын боламыз. Және де міндетті түрде елегіштен ұнымызды, какао, разрыхитель және де красителімізді барлығын жақсылап өткізіп алуымыз қажет болады. Өйткені жаңағы какаода онда арасында бір түйіршіктер болуы мүмкін, соны жақсылап өткізіп аламыз. Құрғақ заттарымыздың барлығын араластырып болдық. Енді массамызға біртіндеп салып, яғни ең бірінші ұнымыздың барлығы шашырап кетпеу үшін осылай венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін осылай миксердің көмегімен бірыңғай масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің қамырымыз осындай сұйықтықта болып шығады. Қамырына мен міндетті түрде поклан қағазын қолданамын. Басқа қағазды қолданатын болсаңыздар, қамырларыңыз күйіп кетуі мүмкін. Қағазымызды формаға қысып, формаға келтіріп аламыз. Және де әр формаға осылай 5-6 қасық көлемінде қамырымызды құйып, осылай жақсылап тегістеп алуымыз қажет болады. Жақсылап тегістейтін болсаңыздар, қамырларыңыз біркелкі көтеріліп, жақсы пісетін болады. Корждарымыздың барлығын дайындап болдым. Енді соңғы осындай домалақ коржымызды бетіне үгіту үшін қолданатын боламын. Енді кремін жасауға кірісетін боламыз. Сливки бізде 33%-дан жоғары болу қажет, және де салқын болу қажет. Творожный сыр, сахарный пудрамызды қосып, барлығын жақсылап қоюлағанша араластыратын боламыз. Келесі тортты жинау үшін кальцияны қолданатын боламын. Сол кезде торттарыңыз біркелкі әдемі жиналатын болады. Корждарымызды қойып, 2-3 ас қасық көлемінде кремін жағып, осылай бірінің үстіне бірін қойып, тортымызды жақсылап жинап шығатын боламыз. Қалған осындай кремін шетіне және де бетіне әдемілеп жағып шығатын боламыз. Және де қамырымызды біз әсемдеу үшін осылай блендерден ұсақтап өткізіп аламыз. Және де шетіне осылай жақсылап әсемдеп шығатын боламыз. Тортты өз қалауларыңыз бойынша әсемдей берулеріңізге болады. Мен осылай қарапайым түрде әсемдеп шықтым. Дәмі өте ерекше, қамыры жұмсақ болып шығады, және де оригинал рецепттердің бірі болып табылады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сізге және сіздің отбасыңызға ұнайды деген ойдамын. Барлығыңызға ас болсын.